Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар, қазақ тілі 1-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл кім? Это кто? Мұғалім Мұхамадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабақтың мақсаты. 1-ші тапсырма тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Первое задание. Слушай, повтори, говори по образцу. Бұл кім? Это кто? Бұл менің інім. Это мой младший брат. Іні. Оның аты Әсет. Балалар, бірге қайталайық. Ребята, давайте повторим вместе. Ата, әже, әке, ана, әпке, аға, іні. Басынан бастап қайтадан қайталаймыз. Еще раз повторим вместе. Ата, әже, әке, ана, әпке, аға, іні. Жақсы балалар. Осы сөздерді есімізге сақтап алайық. Есте сақта, запомни. Менің атам. Ата. Ата это кто? Менің. Мой дедушка. Атам. Менің әжем. Әже бабушка. Моя бабушка. Менің әкем. Папа. Мой папа. Менің анам. Моя мама. Менің ағам. Мой старший брат. Аға. Менің ағам. Менің әпкем. Әпкем. Моя старшая сестра. Менің інім. Мой младший брат. Іні. Менің інім. Менің қарындасым. Қарындасым. Младшая сестра. Қарындас, ребята, это младшая сестра по отношению к брату. Менің қарындасым. Ұлдарға қатысты айтылады. Менің қарындасым. Мысалы, Алмабектің қарындасы бар. Ол Алмабектің қарындасы. Например, она младшая сестра Алмабека. Ол Алмабектің қарындасы. Яғни, олдарға қатысты айтылады екен. Қарындас, младшая сестра по отношению к брату. Запоминаем, ребята. Келесі сөз менің сіңлім. Менің сіңлім. Моя младшая сестра. Сіңлі тоже младшая сестра. Но сіңлі младшая сестра по отношению к старшей сестре. Но не брату. Бұл қыздарға қатысты айтылады. Менің сіңлім. Түсінікті ме болар? Жақсы. Бұл менің қарындасым. Қарындасым. Младшая сестра. Қанаттың қарындасы. Қанаттың кішкентай қарындасы бар. Жақсы балалар, 2-ші тапсырма толықтырып айт. Второе задание. Дополните. Ата. Дедушка. Менің атам. Мой дедушка. Әже. Менің әжем. Моя бабушка. Әке. Менің әкем. Мой папа. Ана. Менің анам. Моя мама.
Аға, менің ағам. Мой старший брат. Әпке, менің әпкем. Моя старшая сестра. Бұл әкенің суреті. Іні, менің інім. Мой младший брат. Қарындас, менің қарындасым. Моя младшая сестра. По отношению к брату қарындас. Сіңлі, менің сіңлім. Моя младшая сестра. В отношении старшей сестре. Сіңлім. Менің атам. Обратите внимание на картинку. Бұл суретте атаның суреті бейнеленген. Бұл менің атам. Бұл менің әкем. Жақсы балалар. Жарайсыңдар. 4-ші тапсырма тыңда, слушай. Үлгі бойынша сөйлес. Говори по образцу. Салим. Привет. Салим. Привет. Бұл кім? Это кто? Бұл менің інім. Это мой младший брат. Іні. Оның аты кім? Как его зовут? Оның аты Қанат. Его зовут Қанат. Бұл Қанат. Бұл Қанат менің інім. Кішкентай інім. Жақсы балалар. Еще раз прочитаю. Внимательно слушайте. Сәлем. Сәлем. Бұл кім? Бұл менің інім. Іні. Оның аты кім? Оның аты Қанат. Қанат менің інім. Жақсы балалар. Келесі кезекте жазу дәптеріндегі 1-ші, 3-ші тапсырмаларды мұқият орындаймыз. Жаңа сөздерді еске сақтаймыз. Запоминаем новые слова. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.